Егер зат пен антизат кездессе не болады? Олар жай соқтығысып тоқтай ма? Жоқ. Олар толығымен жойылып, энергияға айналады. Бұл құбылысты аннигиляция эффектісі деп атайды. Осы эффектіні қарапайым тілмен, формуламен және өмірдегі қолданылумен түсіндіретін боламын. Әрбір бөлшектің антибөлшегі бар. Мысалы, электронның антибөлшегі позитрон, ал протонның антибөлшегі антипротон. Антибөлшектің массасы бірдей, бірақ зарядтары қарама-қарсы болады. Зат пен антизат қалыпты өмірде бірге өмір сүре алмайды. Аннигиляция дегеніміз бөлшек пен бөлшек кездескенде олардың толық энергияға айналуы. Мысалы, электрон мен позитрон кездескен жағдайда олар толық жойылып энергияға айналады. Яғни энергия дегеніміз ол жерде гамма кванттар бөлінеді. Бұл жерде ешқандай қалдық қалмайды, тек таза энергия шығады. Аннигиляция Эйнштейннің әйгілі формуласына тікелей бағынады. E тең mc квадрат. M дегеніміз бөлшектердің толық массасы, S дегеніміз жарық жылдамдығы 3 көбейтілген 10-8 дәрежесіндегі метр секунд. Екі бөлшектің де тыныштықтағы массасы толығымен энергияға айналады. Сондықтан аннигиляция өте қуатты процесс. Электрон-позитрон аннигиляциясы. Электрон мен позитрон тыныштықта тұрса, олар кездескенде екі гамма-фотон пайда болады. Әр қайсысының энергиясы 511 килоэлектровольт. Бұл сан электрон массасынан шығады. Медицинада позитрон аннигиляциясы арқылы адам ағзасы сканерленеді. Аннигиляция ғарышта гамма сәулелерін табуға, сонымен қатар фундаменталды физикада зат пен антисимметрияны зерттеуде өзінің рөлін айқындайды. Егер сізге видео ұнаған болса, лүпіл басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.